Патов синдромы. Патов синдромы деген кезде біз ең бірінші еске алуымыз керек, ол 13-ші хромосом бойынша трисомия. Енді бұның кариотипін жазып кетейік. Кариотипі 47, себебі бір хромосома артық болады. Одан кейін X, егерде еркек болса Y болады, ал әйел болса 2X болады. Одан кейін мынау үтірлерді міндетті түрде ұмытпаймыз, себебі егерде бұны қоймаса қате деп есептеу мүмкін. Одан 13-ші хромосом бойынша трисомия болғаннан кейін 13 плюс деп жазамыз. Енді бұлардың жіктеуіне тоқталатын болсақ, бұлардың этиологиясы геномдық мутация. Оның ішіндегі анеуплоидия. Соның анеуплоидияның ішіндегі трисомия. Енді бұның патогенезінде миоз кезіндегі гомологты хромосомалардың дұрыс емес ажырауында жатыр. Бұны түсіндіру үшін қазір механизмін жазып берейін. Нақты, мынау әйелдің жыныс шашасы деп елестетейік. XX, яғни мына 46 хромосома барлығын қосқан кезде. Ал мынау еркектің хромосомасы, аталық жасуша. X, Y. Бұл жақта пока что қалыпты. Бұлар одан кейін миоз бойынша бөлінген кезде, мынау анада қате кетті деп елестетейік. Яғни дұрыс емес ажырады. Мутацияға ұшырады, иә. Сол кезде мына 23. Яқты 21 X. Яғни мына жақтағы бір хромосома мына жаққа қарай дұрыс емес ажырап, осы жаққа қарай кетіп қалды. Ал еркекте барлығы қалыпты деп ойлайық. 22 X, 22 Y. Енді бұларды бір-бірімен қосылады деп қарастырамыз. Яғни зигота түзілетін кезде, яқта 45 X. Одан яқта 45 X, Y. Яқта 43 X. Жақта 43 X, Y. Мынау екі жағдай, бұлар ретальді жағдайға жатады. Себебі 45 хромосомамен тірі қалу өте редкий случай. Ал мыналар бізде трисомия. Егерде 13-ші жұп хромосомадағы трисомия болса, онда бұл патов синдромы деп аталады. Енді бұны біз зерттеу әдісіне тоқталатын болсақ, зерттеу әдісі бұл цитогенетикалық әдіс, соның ішіндегі кариотиптеу, яғни бояу арқылы әрбір хромосоманы бөлек-бөлек қоямыз. Сол кезде 13-ші хромосомада артық бір хромосома тұрса, онда патов синдромы деген диагноз қоятын боламыз. Бұл кариотиптеуіне басқа тағы да клиникалық белгілерін көріп те диагноз қоюға болады. Енді мен сіздерге қазір бір лайфхакты көрсететін боламын. Егерде брахицефалия болатын болса, брахицефалия, былай қысқартып жазайын, онда ол даун синдромы. Ал егерде микроцефалия болса, онда бұл патау. Яғни клиникалық белгілерінде микроцефалия деген болса, онда осы патау деген диагноз қойсақ болады. Одан кейін тағы да долихоцефалия деген бар. Долихоцефалия. Бұл Эдвардс. Тағы да микроцефалиядан басқа патауда ол ең жиі кездесетін клиникалық көріністер бар. Ол ең біріншісі қасқыр таңдай. Және де әрине ол ерін жырығы. Егерде осы қасқыр таңдай, одан ерін жырығы, онан кейін микроцефалия, онда бірден патау деген синдромды қоямыз. Болды.